Ема, осы үйді тонаймыз ба не? Ема, мына соска келікті ма? Базар жоқ. Джонни, жүгір тез, Джонни, бол тез. Мен саған өзімнің досым Касойға телефон соғып шақырып қойып едім үйіме. Так қайда екен? Мен Касой ма? Касой, мен саған Касойын қуама. Касой жындысың ғой, неғып тұрсың? Мен Касой таза ауылбай десем ауылбайсың ғой, ё-майо. Че не болып қалды, Джонни братан, не болып қалды соншама мен ауылбай деп? Касой қуасың ба, не қармақпен не алып тұрсың? Бассейнде қайдағы балық? Қой, бассейнде балық жоқ па не сендерде? Саған мен балық бар деп тұрмын ғой. Касой қазыңды қумашы, мына қармағыңды алып таста, қуасың ба, жынды екенсің ғой сен дейтін топас десе. Джонни братан, кешірші, білмей қалдым мен натуре, мен балық бар деп ойладым. Мен ойлағанмын қазір акула шығарам деп, мен саған. Қайдағы акула, Касой қумашы, жүр кеттіге бір шаруа бар. Давай, короче, Касой менің артынан ере бер. Короче, Касой бейтеміз, қазір біздер дейтін бір жерге баруымыз керек, сол жерде бір көлікті ұрлауымыз керек, короче. Джонни досым, ол қандай көліктағы? Тағы да ұрлыққа шығамыз ба не? Уайымдамасай, короче, маған дейтін таңертең Томас деген бір өзімнің бас екем десем болады, или бір досым десем болады, короче, сол звондады ғой, короче, таңертең. Маған айтады, короче, бір бай кісінің дерзкі бір көлігі бар, соны ұрлау керек дейді. Жарайды, досым, айтсаң болды ғой. Главное, мен сенімен бірге барам ғой до конца. Соны біліп жүрсең болды ғой. Касой, менде бір сұрақ пайда болып тұр. Біздер ол ұрлыққа қандай көліктен барамыз? Не, мына BMW-мен ба, или мына Мерспен барамыз ба? Досым, мына BMW-мен барсақ дейтін, ұрлықтан қашу қиын болып қалады. Давай сенің Мерсіңмен барайық. Менің Мерсім дейсің ба? Жарайды, давай кеттік, менің Мерсіме отырайық. Ал, давай, Касой, кеттік, отыр. Ал, давай да кеттік онда. Жаңаға бір бай кісінің көлігін ұрлап қайтайық. Короче, Касой досым, мінеки осы үй ғой. Осы үйді тонаймыз ба не? Қайдағы үйді? Үй тонамаймыз. Әне тұр ғой, геликті көріпсің ба? Гелик, соны ұрлап кетуіміз керек бізге. Мына соска геликті ма? Базар жоқ. Бірақ үйінің алдында, үйдің дейтін иесі тұр ғой. Еще мына жақта охранниктер бар. Джонни, қарашы, бірінші охранник тұр, екінші охранник. Анақта тағы екеуі бар. Ё-майо, мыналардың түрі өте қорқынышты ғой. Касой досым, уайымдама. Біздер деген мына геликті сып-смело ұрлап кетеміз. Қазір мен барып, мына 4 охранникті 4 жаққа талдырамын. Ал сен арасында геликті ұрлайсың, түсіндің ба? Ол қалайды болады екен? Жарайды, айтсаң болды ғой. Ал, давай, Касой, кеттік. Рисковать етіп көру керек бізге. Так, мен бұлай потихоньку, ешкімге білдіртпейік. Так. Мына охранник талдыру керекпін ба? Жарайды, талдырып қарайыншы. Так. Мені. Блин, өлмей ма не? Ёбаный охранниктер. Кел ал. Охранникті. Тебе на. Саған. Так, екеуін талдырдым. Екеу көріп қалған жоқ екен. Бауырым, маған бір спичек бар ма дейсің да? Дейсің, короче. Сен ярап тұрсың. Саған шапалақ. Ах ты, қолымда пистолет бар ғой. Жаты. Блин, полевна болып қалды. Касой, давай. Касой, бол тез. Джонни, жүгір тез. Джонни, бол тез. Саған. Ё-майо, неге? Ананың қолымда пистолет бар ма не? Блин, давай, отыр, Джонни, бол тез. Ё-майо, сенің денең қан болып отыр ғой. Ладно, давай, отыр, кеттік, қашамыз. Мана геликті қараңдар. Дерзкі ғана дейтін. Так. Қашып кетейік, бол. Ё-майо, Джонни, мына көлікке енді не істейміз? Маны бізге біреуге сату керек қой. Ол жағын уайымдама, Касой. Мен дейтін осы геликті сатып алатын адамды тауып қойғанмын. Енді сол кісіге барсақ болды. Саған шын ба, Джонни? Не деген тезсің? Конечно, сенің дейтін Джонни досың бәрінде де дайын тұрады ғой. Бірақ мына геликтің сырты дейтін өте дерзкі екен, қарашы. Ё-майо, фарларының өзі, дөңгелегінің өзі. Саған геликтің арты қалай? Артын көрейікші, артының өзі. Дерзкі ғой, братан. Мына көлікті өзімізге алып қалаймыз ба?
Жоқ ей косой досым, өзімізге алып қалып не істейміз? Бізде и таки көліктер өте көп қой. Давайте лучше сатып ақшасын жинап бір жақсы үй алып алайық. Давай досым, айтсаң болды ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. Маған дейтін Джонни деген кісі бір көлік сатамын осы жерге кел деп еді. Қайсысыңсыңдар Джонни деген? Мен боламын Джонни деген. Айта бер, мына көлік сатайын деген біз ғой. Түсінікті. Мен саған көліктерің өте зор екен. Так, бірден айтайын, көлік ұрланбаған ба, өздеріңдікі ме? Өзіміздікі, оған дейтін 100% гарантия бере аламыз. Жарайды, оған сендім. Айтпақшы, көліктің бағасы қанша? Бағасын айтыңдаршы. Бұл көлік енді новый салоннан шыққандықтан біздер енді бұны 45 миллионға бере аламыз. 45 миллионға дейсіңдер ма? Кішкене қымбат емес па? 40 миллионға түспейсіңдер ма? Жо, братан, түсе алмаймыз. Бізге бұл көліктің өзі өте қатты маңызы. Бұл көлік дейтін біздің өміріміздегі ең алғашқы көлік. Так что бұл еще новый, айдалғанына 1 жылда болмаған. Так что енді бізге енді қымбат көлік болғандықтан 45 миллионға береміз тек қана. Жарайды, келісті. 45 миллион дейсіңдер ма? Мен аламын. Жақсы жігіттер, саудаларың жүре берсін. Көлік үшін көп рахмет. Мен онда айдап кете берейін. Косой, мынаны қарашы. Бағанаға келген кісінің бар емес па? Көлігі дейтін өте зор екеніне қараш, мынаны ұрлап кетеміз бі? Қой, Джонни, қуасың ба? Сенің номерің ол кісіде бар ғой, ертең тауып алады ғой. Бірақ ертең мен тауып алса түрмеге кетіп қалам. Жақсы, онда кеттік, өзіміздің көлігімізге отырып, ақшаны банкке салып кеттік, ендеше өзіміздің үйімізге барайықшы. Мен саған бүгін дерскі күн болды. Бүгін дейтін дерскі машина аладық қой. Жақсы, кеттік, онда өзіміздің машинамыз ана геликтен қарағанда өте зор сияқты ғой. Қараңдаршы, ойбай, соска ғой, соска. Джонни, расында да менің BMW-мді өте керемет. Сен де бір өз BMW-ңді тағып қоймадың ғой. BMW-шник десе. Негізі Mercedes көлігі өте мықты ғой. Қайдағы Джонни, сен BMW-ны білмейсің ғой просто. Мен саған BMW-ға отырып көрсей, дрифтті өлтіресің ғой. Ал мына Мерс деген түкке де бармай, тек қана комфорт демесең, басқа скорость жағынан, дрифт жағынан өте шамалы көлік қой. Жоқ, маған осы Мерс ұнайды. BMW дейтін өте шамалы мен үшін. Осы Мерс дейтін, мен саған Мерс, I love you ғой. Жарайды, өзің білесің ғой Джонни. Ал давайте, үй жаққа жақындап қалдық біздер. Кеттік, онда сенің BMW-ңа отырып көрейікші. BMW-ң қалай болып тұрады екен? Мұны кімнің машинасы? Братишка, машинаңды алып таста, әйтпесе қазір мен жарып жіберемін.